Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қаламқас өте оңай әрі тез дайындалатын салаттың бірімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұранамын. Алдын ала рахмет, сіздерден қолдау күтемін. Ал енді қайнатылған тауық етімізді, жұмыртқамызды қайнатып алып, сосын соломка етіп турайтын боламыз. Мен тауықтың төс етінен пайдаландым. Сіздер қойдың, немесе сиырдың, немесе жылқының қара кесек етінен пайдалансаңыздар болады. Акарачкамызды жақсылап турап, сосын жұмыртқамызды да дәл солай соломка етіп турап алдым. Соломка етіп турағаным өте әдемі әрі жеген кезде ыңғайлы болу үшін мен соломка етіп турадым. Сосын бізде балғын қиярымызды болса қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Балғын қиярдан екеуін қостым мен. Бұны да соломка етіп турап алдым. Сосын соленый огурцымыздан да 2-3 түгін алып, бұны да соломка етіп, ұзынша етіп турап, бұны да сабалдым, соленый огурцымызды да. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады соленый огурцыды. Әркім өз қалауынша қоссаңыздар болады. Бірақ балғын қиярымыз, соленый огурцымыз, акарачкамыз, сосын жұмыртқамыз бәрі араласқан соң дәмі ерекше болады. Сосын бізге кукурузымыз қажет болады. Кукурузымыздың жартысын қостым мен. Әркім шамалап өздеріңізге лайықтысын қоссаңыздар болады. Сосын үй жағдайында мен картошка пай істеп алдым үйден, үй жағдайында. Оны да қосып, сосын майонезімізді саламыз. Майонезімізді салып, шым-шым тұзымызды, қара бұршымызды кішкене салып, жақсылап араластырып аламыз. Әркім өз қалауынша сәндеп, бетіне картошка пайымызды алып қалып, бетіне қойсаңыздар да болады. Или мен сияқты үстіп, араластырып, дастарханға тартсаңыздар болады. Әрі тойымды, әрі оңай салаттардың бірі. Сау болыңыздар.